Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Расул Гамзатов «Менің Дағыстаным» повестен үзінді. Оқу мақсаты шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Күтілетін нәтиже Расул Гамзатовтың «Менің Дағыстаным» повестінің композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасайды, талдайды. «Менің Дағыстаным» шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасайық. Шығарманың басында Алланың елшісі қашарға мініп алып, жер бетін аралап, әр халыққа бір-бірден тіл беріп келе жатып, Дағыстанның биік құз жартасына келгенде боран болып, дауыл болып, алға қарай жүре алмай, осы жерден дорбасының түбіндегі екі уыс тілді сол құздың басынан шаша салған екен. Осы алынған аңыздың өзі повестің бүкіл сюжеттік желісіне әсер беріп тұр. Дағыстандықтарға тіл ерекшелігі табиғат құбылысынан кейін бірнеше, яғни қос уыс тіл биік құз жартастан қарлы дауылдың қуатты желдің күшімен келіп тұр. Бұл тілді халықтан қарсы алу да бөлек. Сондықтан да дағыстандықтар анасы үйреткен, әкесі сөйлеген тілді ерекше құрметтейді, оны бағалайды. Екінші, «Менің Дағыстаным» шығарма композициясындағы екінші бір эпизодтың маңыздылығына назар аударайық. Сондықтан дағыстандықтар бұдан ортақ тіл жасап, өздерін бұрынғыдан да біріктіре түсті. Бірде ақсақ темір, бірде арабтар, Иранның шахы, барлығы өз тілдерін келгісі келді. Алайда қолдарынан қанша тартқылағанмен саусақ жұлынған жоқ. Ағашымызды қанша сілкілегенмен тамырымыз жұлынған жоқ. Ана тілім, сені сақтап қалдық, ризасың ба? Деген үзіндіде тіліне ие болған, тілін ерекше құрметтеген қайсар халықты, рухты халықты көреміз. Іс-әрекеттерін өзімізге үлгі етеміз. Тілдерін сақтап қалу үшін бірнеше тілдің өзімен ортақ тіл жасап, одан сайын бірігіп, күшейген дана, мықты дағыстандықтарды көреміз. Қандай ғажап, қайсар халық. Халық жұдырықтай біріккенде ғана алынбас берік қамалға айланады. Оны ақсақ темірдің, Иран шахы мен арабтардың дағыстандықтарды ала алмауынан байқаймыз. Келесі бір эпизодына маңызды негіздеме жасайық. Дағыстандықтардың өр рухын Париждегі суретші бекіте түскендей. Мына үзіндіге назар аударайық. Күндердің бір күнінде Парижде дағыстандық суретшіні кездестірдім. Италияда оқыған екен. Елді аңсау деген суретін көрсетті. Суретте байырғы авар киімін киген итальянка бейнеленген. Қолында нақыштап жасалған күміс құмыра. Тау баурайында қайғырып тұнжырап тұрған авардың тас ауылы. Ал ауылға төнген таулар тіпті қайғырып тұрғандай. Деген повестен үзіндіде жас кезінен оқумен білім қуып өткізіп алған, яғни жастығын оқумен білім қуып өткізіп алған суретшінің еліне бара алмау басты себебі ана тілін ұмытуы. Ана тілін ұмытқан әйгілі суретші бойынан күш қайраты кеткен кезде елін сағынса да ар-ұят, намыс дегеннен аттап өтіп туған жеріне бара алмады. Себебі ана тілін ұмытқан. Келесі «Менің Дағыстаным» шығармасында тағы бір эпизодына, ең маңызды эпизодтарының бірі негіздеме жасайық, яғни түйініне тоқталайық. Парижден оралысымен әлгі суретшінің анасын іздеп тауып, ұлының аман екенін жеткізді. Енді үзіндіге назар аударайық. Анасы: сендер аварша сөйлестіңдер ме? Жоқ, орысша, ол французша сөйледі. Анасы ұлын жаңа ғана өлді деген хабарды естігендей, бетін қара орамалмен жаба қойды. Біраз үндемей отырып анасы: сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес.
Менің ұлым, мен үйреткем. Авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиісті емес. Міне, өз баласын анасы ана тілін ұмытқан үшін кешірмей отыр. Ана тілін ұмытқаны үшін өлген адамдардың қатарына санап отыр. Рухты дағыстандық ана бейнесін көреміз. Рухты өр дағыстандық Расул Гамзатовтың құдіретті ана тілін арнаған шығармасы күллі адамзатқа ой салады. Сұраққа жауап берейік. Бірінші, менің Дағыстаным шығармасында қандай эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасар едің? Жаңа 4 түрлі эпизодқа негіздеме жасадық. Енді сен өзің қандай эпизодқа негіздеме жасар едің? Екінші, аварлық суретшінің елді аңсау суретінде тауды басқан тұманға теңеу бөлігінде суретші бейнесі қалай көрініс тапқан? Үшінші, анасы адасқан ұлын неге кешірмеді? Анасының іс-әрекетіне сенің пікірің қандай? Ең соңғы бөлігіне назар аударайық. Онда ана тілім менің. Сен маған ризасың ба? Білмеймін. Бірақ менің тірлігім сенсің. Мен сені мақтан етем. Сонау тұңғиық терең жыр түбінен жарыққа, күнге, жасыл шөпке асқан бұлақ суындай ана тілімнің сөздері жүрегімнен қайнап шығып, алқымыма тіреледі. Ернім күбірлейді. Өз күбіріме өзім құлақ тием. Ана тілім, саған құлақ тием. Сонда маған бейне тұңғиықтан шымырлап шыққан таудың асау өзені елестейді. Мен судың бүлкіл қаққан дыбысын сүйем. Мен болаттың сыңғырын ұнатам. Қынабынан суырылған екі қанжардың бір-біріне соғылған дыбысын сүйем. Осының бәрі менің тілімде бар. Сондай-ақ махаббат сырын да жақсы көрем. Уа, менің ана тілім, сені де жұртқа білгізу маған өте қиын. Сенің алуан түрлінің неткен әсем еді. Авар болып тумаған кісіге үйрену де қиын оларды. О, егер біле алсаң, оларды айту дүниенің рахат емес пе, шіркін. Сабақ аяқталды балалар. Сау саламатта болыңдар.